Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Алуа. Бүгін мен сіздерге өте күшті, дәмді болып пісетін, пышный болып пісетін оладьидің, яғни құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен бір ыдысқа жұмыртқа саламыз. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 3 жұмыртқа саламыз. Одан кейін қант саламыз. Шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып шығамыз. Енді жылы айран қосып жақсылап араластырамыз. Егер сізде дүкеннің айраны болса, 2/5 1% қолдансаңыздар болады. Кейін електен өткізіп, ұнды қосамыз. Міндетті түрде електен өткізуіміз қажет. Әйтпесе біздің құймағымыз биік болып шықпайды. Оның бәрін бірден қоспаймыз, өйткені әркімнің үні әртүрлі. Біз құймақтың консистенциясына қарай ұнды қосуымыз қажет. Құймақтың консистенциясы қайма секілді болуы қажет. Енді барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай болуы қажет. Венчиктен оңай түсетін, не қатты сұйық емес, не қатты қою емес. Сонан соң жарты шай қасық ас содасын қосып араластырып шығамыз. Біздің қамырымызда айран болған соң бұл жерде реакция жүреді. Енді қамырымызды 10-15 минутқа кішкене қоя тұрамыз. Енді қызып тұрған табаға сұйық май қосамыз. Кез келген сұйық майды қоссаңыздар болады. Енді бір ас қасықтап біздің құймақтарымызды сала бастаймыз. Біздің табамыз міндетті түрде қызып тұруы қажет. Видеода көрсетілгенде бір ас қасықта барлығын салып шығамыз. Қақпағын жауып 3 минуттай пісіреміз. 3 минуттан кейін көпіршіктер пайда бола бастайды. Сол кезде аудара берсек болады. Жалпы асты қызарған кезде аудара берсек болады. Астыңғы жағы үстіңгі жағынан тез піседі, сондықтан мұқият болуларыңыз қажет. Құймақтың асты-үсті толық піскен соң ала бастаймыз. Мінекей достар, біздің құймақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмді, биік, идеальный болып шығады. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.